Елімізде қала, нысан, көше және алаңдарға атау беру жұмыстары жіті бақылауға алынады. Бүгін Сенат депутаттары ономастика мәселелері туралы заң жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, екінші оқылымда мақұлдады. Енгізілген өзгерістерге сай атау беру немесе қайта атау жұмыстары барысында жергілікті жердің тарихи, географиялық, табиғи және мәдени ерекшеліктерін ескеру көзделіп отыр. Әдеби тіл нормаларын сақтауда басты міндет. Сонымен қатар көрнекті мемлекет, қоғам, ғылым және мәдениет қайраткерлерінің есімдерін олар қайтыс болған күннен бастап кемінде 5 жыл өткеннен соң ғана берілетін болады. Нысандарға атау беру барысында халықтың пікірін ескеру тәртібі нақтыланып, аштық қағидаты енгізілді. Бүгінде бір ауданда бірдей аталатын бірнеше ауылдар мен көшелер бар. Бұл әсіресе төтенше жағдайларда шұғыл әрекет жасауға тосқауыл болады. Жаңа заң қолданысқа енсе, осындай олқылықтардың көзі жойылады. Ал тәртіпке бағынбағандар жауапкершілікке тартылады. Жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне көрнекі ақпараттар ресімдеу ісіне бақылау жүргізуді және заң талаптарын бұзған кезде жауапкершілікке тартуды енгізу. Бірінші рет бұзған жағдайда ескерту берілсе, қайта бұзған жағдайда лауазымды адамдарға, жеке дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға 10 айлық, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 20 айлық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады.